ойын лақ еткізіп айта салады, Фейсбукқа жаза салады, немесе бір отырыстарда лапылдатып сөйлей салады, бүйте салмай ма, үйте салмай ма деген сияқты. Ондайдан аулақ болыңыздар. Сөйтіп айттыңыздар бар ғой, Құдай көріп тұр, тура сол ситуациядан, сол өткелден сіздерде өтуге тура келеді. Құдай алдың алып келеді дейді ғой қазақ. Құдай алдарыңызға алып келеді, сол ситуациядан енді сіздер өте аласыздар, өте алмайсыздар ма? Өте алмай масқара болып жатқан оқиға өте көп. Сондықтан біреудің проблемасы өзімнің проблемам басымнан асып жатыр, айналайын, өзім мәселемді шешіп алайыншы, өзім идеал болып алайыншы, елді қойсын деген сияқты өзімізбен айналысуымыз керек. Бірінші кезекте өзі ат шаба алмас мінім бар дейді ғой абай атамыз. Өзіміздің мінімізбен айналысқан кезде бар ғой, біреу туралы ойланатын уақыт болмайды негізі. Егер өзіңнің мәселеңмен таңертеңнен кешке дейін шындап айналыссаң, өз біреу жайлы өз қойшы дейсің, өз уақытың да болмайды оған. Өйткені өзіңнен артылсаң, қыздар, жігіттер, өзіңнің отбасың бар, өзіңнің балаңның тәрбиесі бар, өзіңнің әйеліңмен коммуникацияң бар, мамаң бар, әулетің бар, қала берді ауылың бар деген сияқты мәселе шаш етектен